биотоник сахарат өнімі қазіргі таңда дамып шығарылды мықты. Топинамбур деген шөп бар, топинамбур ол ұйқы безіне әсер етеді. Қазір білесіздер, ұйқы безінің жұмысының бұзылуы ол сахарный диабетпен көрініп жатыр. Қазір бізде қарасақ 5 жылдан кейін дейді, 2030-да баяғы Нұрсұлтан атам айтқан 2030 болады бұйырса, 5 жылдан кейін әрбір 5-ші адам 2030 жылы сахарный диабетпен ауырады. Ойлап көріңізші, одан кейін 5 жылдан кейін әрбір 2-ші адам ауырады. Сонда бар жоғы 7 жылдан кейін әрбір Қазақстандағы 2-ші адам сахарный диабетпен ауруға қаупі өте шығады. Себебі дұрыс тамақтанбаймыз, ұйқымыз дұрыс емес, біз гиподинамия, аз қозғаламыз, ретсіз тамақтану, солардың барлығы қазіргі сахарный диабетке алып келіп отыратын болса, биотоник сахарат өнімін сахарный диабетпен ауырып жатқан адамдар ауырмаймын деген жаңағы адамдар қолдану керек. Не үшін қазіргі таңда Қазақстанның статистикасы бойынша күнде таңертеңнен кешке дейін 5 адам арқасын ампутация жасайды екен. Мысалы бүгін біз әдемі осындай жерде ресторанда отырмыз ғой, жақсы презентацияда. Ойлаңызшы, бүгін таңертеңнен кешке дейін 5 адамға операция жасалды, аяқ қолдары кесілді, именно сахарный диабеттен. Олар өмір бақи мүгедектікке өтті, мүгедек өмірге. Бірақ ол адамдардың изначально басында сахарный диабеттен емделуге мүмкіндік бар еді. Бірінші ауырған кезде емделу керек, ең бірінші белгілері болған кезде алдын алуға болатын еді. Түсіндірсіздер ме? Сонда мына сахарный диабет деген біз мысалы свет ішіп қалсақ, үйден емес трансформатордан деп айтамыз ғой, сол секілді сахарный диабет деген бүкіл организмде сбой кетеді ғой, полностью оның көзі көрмейді, ол тісін жүндете алмайды, себебі барлығы сахары болған кезде оны басқа операция жасай алмайды. Сахар болған кезде жаңағыдай оның бір шарасы болса тоже жазып